мен көзіме түспеген шығар. Но сол кездегі көп оқырманы бар бүкіл массажист мен қарап шықтым. Сол кезде мен ойладым, неужели барлығының рекламасы 2 аптада 500 мың тап? Неужели барлығының рекламасы үйде отырып балаңмен массаж саласын үйреніп ал? Неужели осы бұл сала сондай реклама үшін ғана жасап тұр? Хирург профессордың сөзі бар, былай айтты да бізге. Мен когда тек қана аппендицитті білген кезде, аппендицит деген теманы оқып, соған оперировать етіп үйренген кезімде сплошь и рядом бүкіл іш ауырып келгеннің бәрінің аппендицитін алып тастайтын тұғым дейді да. Сосын қолымды, баланың жүрегіне қойдым ше, просто қойдым да. Аты Аделя, шатаспасам. Аделя, мен саған көмектесіп жатырмын. Пожалуйста, қарсыласпашы маған. Тыңдасаңшы сен, мен сен отырғызам, жүргізем деп жатырмын ғой я. И ана бала, олар басқаша жылайды ғой, деп жатқан ғой. Тоқтап қалды да. Босанған кезде баласы 7 минут демалмай фиолетовый болып прям без дыхания тұрып қалды. Бала 12 айда полноценно өмір сүруге қауқар болады. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сіздермен бірге Шырағың сөнбесін арнасы тізгінде мен Ділназ Дидарқызы. Бүгін біздер бала денсаулығына қатысты тақырыпты сөз етеміз. Студиямызда қонақта ревритолог, моторлы терапевт, детский массажист маманы Мөлдір Аманқызы. Мөлдір ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді Мөлдір ханым, әуелі өзіңізбен таныссақ, біздің студиямызда алғаш рет сіз. Жалпы осы салаға қалай келдіңіз? Бізге сан түрлі қонақтар келді, бірі тағдырымен, бірі осы салаға мамандықпен, оқумен келдім деп жатады. Сіз қалай келдіңіз? Қайырлы күн. Алдымен шақырғаныңызға үлкен рахмет. Қуанып қалдым, шыны керек. Мынау тема актуальный екен деген сияқты. Актуальный екенін білемін, бірақ расымен де уже халықтың тарапынан сұралып жатқаны мені қатты қуантты. Мен Мөлдір Аманқызы, реабилитологпын, негізі ВОП дәрігермін өзім, бірақ дәрігерлік саласында мен универге түскеннен бастап я была уверена, мен оны жасамайын деп та, шынымен солай. Өйткені қанға, уколға, ондай нәрсеге қатты жақын адам емеспін. Жүрегім ауырады былайша айтқан кезде, шыдай алмайтын болғандықтан мен уже басқа сала. Мен бұрыннан айтатынмын, мен адам емдеймін, но мен дәрімен, уколмен емдемеймін. Білмеймін, но мен адам емдеймін, солай айтатынмын да. Сонымен даже группаластарым бәрі күлетін. Қалайды, сен Мөлдір қуасың ба деген секілді. Но енді мен ішімде сондай нәрсе болған шығар, наверное, білмеймін. Бірақ уақыт өте келе бұл саланы мүлдем ойлаған емеспін. Менің екінші қызым туылған кезде, ол қызда жаңағыдай не болды, дисплазиясы болды аяғында. То есть ұршығы орнында болмады. Содан кейін басы қисық болды, денесі қисық болды. И андай бар ғой, нервқа тиетін мамалар бар ғой, сұрақ қоя береді. Мен сондай мамалардың бірімін негізі. Маған массажист келген кезде сұрақ қоя берем. Неге мына жаққа қарап қалды? Осы жаққа ғана қарай береді. Былай істесем, былай істемейді деген секілді. И сол кезде жаңағы кісінің жауаптарына қарным ашатын. Жаңағыдай, ештеңе қылмайды, ол іште жатқан кезде сөйтіп қалған ғой, ол өзі кетіп қалады уақытымен дейді да. И мен былай ойлайсың, медицинаны түсінген адам, ол ойлайды, бір пайда болған проблема, ол ешқашан өзі кетіп қалмайды. Ол либо құтырады еще больше, или сол жерде тұруы мүмкін, ол кетпейді. Точно оған бірдеңе қолдану керек. Сонымен енді қызыммен жүріп уже уақыт өтіп жатты, когда қызым уже 7-8 ай болған кезде, аяғындағы дисплазия тазобедренный сустав массажын жасап болып, рентгенге барып түсірген кезде менде подвывих с обеих сторон деп береді ғой. То есть 6 курс, 7 курс алған массажымыз 0 болып тұрды ана жерде. Менің қызымның аяғында әлі бар болып тұрды. Сол кезде барып шекеме тиді. Сонда жолдасым айтты, сен массажды оқып алшы деп. Вообще массаж саласынан бұрын мен негізі жаңағы нені оқимын дегенмін. Үлкендердегі бүкірейді кетіретін, бетті түзейтін деген секілді фитнестер көп қой. Фейс-пластика, соның бәрін оқимын деп жүргем. Потому что мен балаға жақын адам емеспін. Көбі негізі детский массажға баланы жақсы көретіндер келеді ғой. Мен өзімнің баламнан басқа адамды жақсы көре алмаймын негізінде. Сондай адаммын да. Сөйтіп, біреулер баласын беріп қойса, просто ұстап тұруы мүмкін да, ана сүйсикат етпеймін ше. Сөйтіп жүрген кезде енді өзімнің қызымда сондай жағдай болған екен, жолдасым ұсынды, давай сен оқып алсайшы массажда деп. Өзің оқы, өзің жаса деп. И мен жандай, мен балаларға жасай алмаймын ғой, жақсы көрмеймін, қалай болады екен деген сияқты нәрсе болды да. Бірақ енді қызыма керек болды. Сол үшін оқыдық. Оқып жасап, ол кезде тек мен массаж оқыдым, бірақ жұмыс жасап жүрген кезде 1-2 от силы 3-4 балаға массаж жасадым. Но мен өзіме көңілім толған жоқ.
будто бір мен просто қамырды езіп отырған сияқты ощущение болды да менде. Мен ойладым, мына бала аунау керек, еңбектеу керек, мен оған қалай көмектесе алам. Это же просто массажым, сен оған көмектесе алмайсың ғой. Менде сондай ой болды. Сөйтіп жүрген кезде тура алдымнан, не знаю, Инстаграм деген сондай ғой, негізі ойлаған нәрсең алдынан шығарады ғой. Алдымнан осы онтогенезді оқытатын бір маман шығып қалды. Даже понятия не имела. Вот реально білген жоқпын. Не ол онтогенез, ол нені оқытады. Просто тупо сабағын сатып алдым, білмеймін. По ощущению, инстинкт дейді ғой адамда, солай сатып алдым да. 3 ай оқығаннан кейін барып түсіндім ғой, мен кім екенімді, мен осыны оқып жатыр екенмін ғой, деген секілді. Бұл өте үлкен ауқымды тема негізі. И сонымен уже сол обучениені өтіп жүрген моменттің өзінде мен уже ауыр балалар қабылдап бастадым да. То есть әлі дипломымды алған жоқпын, әлі бітірген жоқпын, бірақ мен уже сол салада жұмыс жасап бастадым. Өйткені бізді оқытып жатқан маман солай настаивать етті, работайте, а так уже болмайды депті. Білім просто алғаннан пайда жоқ. Сразу істеп көру керексіңдер. Солай балам қызымның себепкерлігімен, жолдасымның ұсынысымен келген сала негізі. Бірақ мынандай нәрсе бар. Жаңа айтып кеттім ғой, мен балаларды особо қатты жақсы көре алмаймын деп. Дегенмен менің ішімде анандай қабілет бар. Андай қалай айтсам болады, личность, спасатель дейді ғой, вот сондай. Мен массаж саласын оқы дегеннен кейін күйеуім қарадым ғой енді. Сол кездегі актуальный массажистерді қарадым, прям бүкілін қарап шықтым. То есть нарықты қарап шықтым, кім бар. И мен қашан жарып шыға аламын бұл салада. И мен андай адаммын да, өткенде ChatGPT-дан сұрап жатырмын, кіммін мен деген айтып берші деген сөзді айтып жатыр да. Сен, короче, біреудің айтқанымен жүре алмайсың, өзіңкі, и сен вообще всегда алдында жүрмесең, саған ұнамайды ол нәрсе. И мен сол кезде массаж саласын бастамай тұрып, мен ойладым, мен бастасам, мыналарды озып кете аламын ба? Или мен насколько мынаның аудиторияларын бәрін санадым ғой, кімде қанша оқырманды. И мен шығып кете аламын ба бұл саладан деген сияқты. Но мен сол кезде бір қарным тоятын ақпарат ешқайсынан естімегем. Ешқайсынан ондай пост көрмедім про моторный онтогенез, ешқайсынан баланың развитиесіне акцент қойған, баланың еңбектетуіне, тұруына, жүруіне, дамуына акцент қойып тұрып жұмысын жасап жатқан маманды мен көрмедім. Мүмкін бар шығар, но мен көзіме түспеген шығар. Но сол кездегі көп оқырманы бар бүкіл массажист мен қарап шықтым. Сол кезде мен ойладым, неужели барлығының рекламасы 2 аптада 500 мың тап? Неужели барлығының рекламасы үйде отырып балаңмен массаж саласын үйреніп ал? Неужели осы салада, бұл сала сондай реклама үшін ғана жасап тұр? Бұл же ондай емес қой негізі. И мен басқа қырын көрсетемін дедім да. Вот сондай нәрсе болды менде. Хотя мен жақсы көрмедім. Хотя мен күйеуіме қанша қарсыласым, қойшы мен массаж оқымай қой салайыншы депті. Бірақ жолдасым қазір айтады да, ол енді шүкір ғой, қазір табыс жағынан да Аллаға шүкір да. И айтады да, мен оқыттым ғой сені, мен жоқ, мен өзім оқыдым деймін да. На самом деле оның қолқа салғаны болды негізінде. Басында мен қатты тыңдағым келмеді. Бірақ болады ғой енді, жарайды, істейші сенкін деген сияқты. Вот сондай нәрсемен келдім да, өз соңында уже жаңағы спасательский қабілет вообще күшті ашып кетті бұл нәрсені. Солай. Кез келген адам өзінің саласын бекерден бекер таппайтын шығар, мүмкін халыққа беретін пайдасы бар болар деген ойдамын. Мөлдір ханым, жалпы сіздің әлеуметтік желіңізді ақтарғанда мен алыстан сіз үшін атартып келген ата-аналардың барын байқадым. Және 4-5 күнде онтогенез терапия арқылы нәтиже көрсетіп бастапты. Енді онтогенез деген не, осы терминдердің мағынасын ашып алсақ, терапия деген не, ол балаларға жалпы қалай көмектеседі? Онтогенез, терапия барлығы негізі бір-біріне ұқсас. Ұқсас дегенде мақсаты бір нәрсе да, балаға мягко, жұмсақ, оны сырттан, балаға просто объект ретінде қарамау керек та. Балаға объект ретінде қарамай, керісінше, мысалы массажда, просто ЛФК-да қалай жасайды бала, как бы объект сияқты бала жатады, и сен оны жасайсың, кейін жібересің да, қайттан тағы. Прям андай түсіндірген кезде мамашалардың маған айтады ғой, біз анаға массаж осылай істеді деген кезде, прям балаға зат секілді қараған көрініп тұрады. Жатады бала алдында, тік жасады, бітті. Екінші бала келеді. Прям сондай да. Біздің салада ол олай емес. Біз балаға тұлға ретінде қараймыз. С рождением көзіне қараймыз. Мысалы мен қазір яқа қарап сөйлеп жатсам сізге приятно? Негізі нет, да, по идее, шынымен сен уже саған қарамаса, эмоцияң акцент қоймаса, реально сен қойған сұраққа мысалы бүйтіп сочувствиемен жауап бермесе, это уже неинтересно, подкаст шықпайды да мына жерден. Вот тоже сондай ғой. Біз баламен совместно жұмыс жасаймыз. Оның қалауын қараймыз. Біздің қалауымызды қараймыз. Біз оған еңбек еткіміз келіп тұр. И бала насколько оған способен.
ол 11 айында келіп тұр мысалы, вот именно менде сондай ситуация болды қазір, алыстан келіп жатыр деп жатырсыз ғой. Орал қаласынан келді, когда ондай жақтан келген кезде мен максимум келдірмеуге тырысамын негізі. Сол жақтан маман тауып беруге тырысамын, сол жақтағы шәкірттерімді жіберуге тырысамын. Но енді мамашыларда болады ғой, мен сізге сендім, вот сізге барсам болатынына сендім дейтін мамашылар болады да. Сосын амал жоқ, ең соңында мен айтам, жарайды, келсеңіз келіңізші. Потому что баламен жүру ол оңай емес. Келесің, квартира жалдайсың, туысқаның жоқ болса, ол квартираға сен продукт алу керексің. Мен примерно бүкіл жағдайын сканнен өткіземін да, келмей-ақ қойсыншы деп ше. Вот реально солай қараймын. Мен жолдасым ұрсады, нең бар келе берсін да деп та маған. Мен это максимум әйелмін ғой, мен әйелді түсінемін. Келмей-ақ қойсын, сол жақтан адам табылып жатса жасай берсін да. Даже адам тауып беріп, сонымен сөйлесіп, кейде техникаларын да үйретіп жүретін кездер болады. Міне мынаған сен былай жаса да, пускай имит етіп жіберші деген секілді. Но вот соңғы уақытта маған Оралдан бір кісі келді. Қоймай келді. Жоқ, Орал емес, Ақтаудан келді. И баласы 1 жас 8 ай. Қай жаққа бармаған? Ташкентке де барған, Бакуге, Азербайжан, анау біршама жаққа барған кісілер екен. И маған емге келген кезде бала просто жататын. Ештеңе жасамайды, жатады. Прям біз қазір осылай отырмыз ғой, иә? Ол осылай отырады. Осылай. Круглый болып отырады. Омыртқасы мынандай емес баланың. Андай до такой степени бала пластилин сияқты езіліп кеткен ғой. Өзі табиғаты сондай жұмсақ бала, еще оған 10-нан астам курс массаж жасап тастағанда, просто понимаете. Бала буыны бос, бұлшық еті бос, оны просто массажбен емдеп келген осы уақытқа дейін. Сонымен мамасы алып келді. Вот реально мен ойладым. Мен ана баланы жұмыс жасап отырған кезде жамбасы қай жерде екенін таппай қала беремін ғой. До такой степени ол майысып кіріп кете береді да ішіне қарай. Бүйтіп бұрылып кіріп кете береді. Аяқтары ішіне қарай жиналып. Сонымен 4-5 күн дегенде уже ол осанкасы былай шыға бастады. Омыртқасының орны шыға бастады. Мамасына уәде берген жоқ, ешқашан ешкімге уәде берген емеспін. 10 күнде сен өйтіп кетесің, 5 күнде сен бүйтіп кетесің деп. Мен просто білетін нәрсемді жасап көремін. Көрейік деп айтам да, болды. Өйткені шынымен де сондай ғой, енді білмейміз ғой не болатынын. Көп ойлайды осындай моментте, өзіне сенбейді, онда значит бірдеңе деген сияқты. Мәселе ода емес. Мәселе мен техникалар жасау мүмкін. Баланың миы оны қалай қабылдайды. Баланың денесі насколько на это готова. Вот сондай нәрсе бар да. Поэтому біз ол жақтың да ответін күтеміз да. Кейде болады прям андай ушлый балалар болады. Алып кетуге дайын балалар болады. 4-5 күн вчук болды, бітті ше, прям классно да. А вот осы келген бала өте слабый болды. Даже ол жылаған кезде деп көгеріп қалады да, болды уже. До конца демаламайсың, сол күнше тұрып қалады. Ана балаға біз үф деп мамасы үпірет деп демалып алады, сосын барып расслабить етіп түседі. Ата көгеріп қала береді. Мен даже оған отказ да беруге тырыстым, но мамасы жоқ дейді, жасай беріңізші. Мен үпіріп отырам, ол көгермейді, ол судорог ұстамайды, маған сіздің еміңіз керек депті. И Аллаға шүкір, бір курстан кейін бала кәдімгідей, бұл 5 күнде болған жоқ, бұл бала 10 күнде болды. 10 күнде уже денесін жинақтады, бір жанын отырып бастады, и сосын алға қарай құрт секілді жылжып бастады. Прям тек қана жататын бала еді негізі, алға қарай жылжып бастады. Енді анасы мәз болып кетті. Ол не только что бұл жерде физическая активность балада ум пайда болады. Вот реально түсінік пайда болады. Мен не үшін жасап жатырмын? Потому что біз жұмыс жасаған кезде тупо жасай бермейміз да, баламен сөйлесеміз. Допустим, пожалуйста, жасашы кәне. Қалай жасайсың? Көрсетші. Сен өзің жасай аласың ба? Қолыңды қоя қой. Вот не знаю, вот прям баладан не күтіп тұрмыз, осознанно балаға соның бәрін айтамыз. Жасатуын күтеміз. Қолын ұстасақ, мен сенің қолыңды ұстап тұрмын. Шыдай тұршы кішкене, давай қой онда өзің қой қолыңды деген секілді, то есть прям анда баламен тесно жұмыс жасаймыз да. Сонда бала өзін как объект ретінде көрмейді, ол процесске вникать етеді. Антогенез вот про это. И одан кейін андай нәрсе бар. Бұл жерде бұл биологиялық табиғи программа. Барлығымызда бар. Барлық ми анатомический, енді біз неге сенен Дарвинге сенбейміз, біз Аллахқа сенеміз ғой. Аллах тағаланың қалауымен да адамның барлығының миына сондай программа қойып қойған. Біз поэтапно сол бойынша дамимыз. Басымызды көтергеннен бастап орнымыздан тұрып жүргенге дейін біздің бәрімізде бір программа бар. Біз тек сол программамен дамимыз. Антогенез ол осы программа. Ол бір техника, метод емес, ол осы программа. Біз сол программаға баланы кіргіземіз былайша айтқан кезде. Сол программаға бір шетіне қосып жіберуге тырысамыз, чтобы ол дальше ступенькалардан өсіп кете берді.
әйтеуір мысалы болады ғой, арық деп алайықшы, иә, үлкен ағыс деп алайық, сен одан шетке шығып қалдың да, дальше қай қарай ағатыныңды білмейсің мысалы, и сені бір жерден ашып жіберсе арыққа жол, түсесің де содан дальше сол ағыспен кете бересің, болды. Вот онтогенезді ағыс деп алатын болсақ, жолға шығып қалған баланы еңбектей алмайтын, жүре алмайтын, тұра алмайтын бала деп алуға болады да. Сен оған бір жолын көрсеттің, түсті ол жолына, ода ол программа бар негізі, и тың миында барлық нелер оянады ғой, короче. Деген түсінік пайда болады да балада. Сөйтіп жайлап алып кете береді ол нәрсені. Ал бобот терапия деген точно дәл осы нәрсе. Ол да дәл осы заңдылыққа сәйкес жұмыс жасайды. Но бұл жерде онтогенезде жаңағы мягкий техникалар тоже позаларға қою боботта более тяжелый балалармен. Онтогенезде дені сау балалар, біз особо қатты қинамаймыз, дені сау балалар, еще оларға с умом жасата аласың, түсіндіріп, требовать ете аласың, жасағаннан кейін подтверждение бере аласың балаларға, иә, кәдімгідей сондай да. Ал боботта кішкене қиындау, ауыр ДЦП балалар, мысалы қазір маған келіп жатқан балаларды орнынан тұрғызу, отырғызу, бұл жерде уже фасилитация арқылы жүреді. Фасилитация деген, мысалы, смотрите, мынау біздің денеміз болса, мышцамыз деп елестетейік да, ол мышцаның үстінде бәрімізде кожа бар. Фасция бар, кожа емес, фасция бар. Фасция деген каждый бұлшық етті сыртынан қоршап тұрған, білесіз ғой, өзі мал сойған кезде еттің сыртында аппақ пеленкасы болады. Вот точно так же. Соны осылай елестетейік, мынау сол аппақ пеленка деп елестетеміз, допустим, да. Мен мысалы осылай жататын болсам, менің мынау пеленканы мына жақтан тартқан кезде мен тұрамын да, ба? То есть сол пеленканың бағыты қай жаққа қарай қозғалады, қайда қарай бұрған кезде бала, мен мысалы отырғызғым келсе, мен уже білем, қай проекцияда баланы қозғалту керек, чтобы ол отыру үшін через этот пеленка, да, ба? Вот сол бойынша жұмыс жасалады, опять-таки бұл жерде баланың өзі қатысады. Сол себепті самый эффективный метод именно осы бобот терапия и моторный онтогенездің негізіне негізделген жаттығулар. Енді осы ретте ЛФК массаж дегенмен және моторлы онтогенездің айырмашылығын білсек, кейде массаждан көрі моторлы онтогенез арқылы балалар тез нәтиже көрсетіп жатады. Енді мен бұрын басында бастаған кезде менде сондай посттар, рилстар бар. ЛФК деген не үшін керек, ол просто осындай деген сияқты жазған рилстарым бар. Бірақ мен қазір былай түсінемін да, әр саланың өзінің маманы бар. ЛФК-ны өте жақсы жасайтын, балаларды өте күшті аяққа тұрғызып жатқан мамандар да бар. Любой баламен жұмыс жасаған адам, ол уже баланың денесін сезінетін болып қалады да, егер ол жүрегімен жасаса. Мысалы, мен күшті сондай ер кісілерді білем, күшті ЛФК жасайтын. Шымкент қаласында да бар, Алматы қаласында да бар да. И кейде пациенттерімді сол жаққа жіберем. Күшім жетпей жатқандар, потому что мен әйелмін ғой, как әйел болғаннан кейін күшін жетпейді кейбіреулерге отырғызып тұрғызуға да, салмағы ауыр балалар болады. Сол кезде мен сол кісілерге жіберем. Олар онтогенезбен жасамайды, бірақ олар боботты да жасамауы мүмкін, ЛФК жасайды. ЛФК но жаңағыдай ғой, ол уже баланың денесін, баланы сезетін болған екен, ол кісілер бәрі бірде техникалары осы нәрсеге қарай жақын болады да. Тупо андай, бүйтіп айналдырып жасай бермейді да олар. Олар уже баланы сезініп, қуатып алмай, былай жағдайын жасауға тырысқан кезде ЛФК тоже полезно болады негізі. Бірақ маған мысалы мынандай кісілер келеді да, мына жерде былай айтқым келіп тұр ғой, енді ЛФК жасап жатқандардікін обесценивать еткім келмей тұр да. Ол жақта да күшті жасап жатқандар бар. Бірақ просто ЛФК қылып жіберіп жатқандар да бар да, толыққанды жасамайшы, жанымен түсінбейді баланы просто. Маған келді өткенде, допустим, 20 курс массаж ЛФК алған бала келді. Ойлаңызшы, 20 курс деген ол 20 күн емес, ол 200 күн. 200 күн именно Шымкент қаласында мен деген атағы шыққан барлық массажист ЛФК инструкторды аралап келген ғой, ойласаңызшы. Андай мына жер тоже көп адамның несіне тиіп кетуі мүмкін да, бірақ та енді мен ойлаймын, бала уже 1 жас 8 ай ма сондай. Қанша маманың алдынан келді. Сол баланы салған кезде менде блогта мамашылар шықты. Немене мамасы ақымақ па, сонша бара берген ба, бірдеңе шірдеңе деген сияқты. Енді анада үміт қой. Мен мықтымын деп айқайлап тұрған кезде барасың ғой, соған мысалы маған да солай келіп жатыр ғой адамдар. Иә, енді мүмкін ол кісілерде жақсы істеген шығар, бірақ мамасы шыдамай 1 курстан кейін алып кеткен шығар. Ол да бар да, әр адамға барған ғой, мысалы 1 адамға 4 рет бармаған, әр адамға барған да. Бірақ бізге келді сол кісі 7 күнде еңбектеді, мысалы. Әшейін жатқан қыз еді,
әшейін жатты, ештеңе жасамайды, ештеңе түсінбейді, деп шыңғырып жасаған кезде прям видеосы да бар. Осы нені шығарған кезде видеосымен шығаратын шығармын, наверное. Бала прям нормально жүріп еңбектеп кетіп бара жатыр да. То есть бұл техника солай күшті жұмыс жасайды. Каждый адамның өзінің бойындағы қабілетін алып шығады. Мысалы, мен, допустим, менің бойымда әншілік қабілет болса, оны вокалист күшті аша алады ғой. Менен көркем жазу өнері шықпайды ғой, егер мен әнші болып тұрсам да. Зачем мен ол жаққа барып шаршаймын да, мен вокалистке бару керекпін деген секілді ше. Балада именно барлық 100% бүкіл балада онтогенездің дәні бар. Оны моторный специалист шығарып алады бері қарай. Түсінесіз ба? Ал ЛФК деген нәрсе, массаж, они тоже работают, когда баланың миында задержка болмаған кезде. Олар солай өздерін утешать етеді негізі. Бізге де келгендер еңбектеп жатыр, жүріп жатыр, сен неге өтесің деген секілді. Маған жекеме қаншама адамдар шығады ба, кейде білейін, қанша адам қарғысына қалып жатырмын ба деп та ойлаймын. Құрсынша айтпай қояйыншы деп. Алдыңа жылғыдай 15, 20, 7, 8 курс алып дымсыз келіп жатқан балаларды көрген кезде қалай сен айтпайсың? Мамаларды мүмкін ақпараттандыру керек шығар. Это может это знак дейсің да, бәрібір айтасың мысалы ол нәрсені ше. Когда балада конкретно нервный системасында задержка жоқ, моторный развитиесінде задержка жоқ, нормально умственный отсталость жоқ балалар бар ғой, 3 айдың өзінде гу-гу-гулеп бүйтіп тұрғанда массажға барады да, ол да 10 күнде аунайды. 3 айлық бала вялый, дым түсініп тұрған жоқ, оптикалық реакция деген нәрсе бар, көзбен көзге қарап тұрып жанарының несін түсінесің да, осознаннысын түсінесің да сен баланың. Вот сондай нәрсе жоқ, контакт жоқ, балада түсінік жоқ, развитие рефлекстер уровеньда қалып қойған, дірілдеп, қалтырап тұрған балалар болса, олар өкінішке орай ол массаж ЛФК-тан аунамайды. Сол себепті мен ойлаймын да, зачем рисковать? Лучше барлық бала сразу онтогенезге барсын да, и лучше бүкіл маман, бүкіл баламен жұмыс жасайтын адам онтогенезді оқысын, сонымен жасасын. Сол кезде 100% сен уверенно боласың, что алдына келген барлық бала еңбектеп жүреді, отырады. Мөлдір ханым, біз әлеуметтік желіде жиі көреміз ғой, өзім де сондай контенттермен ұшырасып жатам. Мынадай бір курсқа қатысып 3 айдың ішінде немесе 6 айдың ішінде массажист маманы ата-анасы сізге арнайы сертификат береміз, диплом береміз деп, сондай кейбір мамандар да бар, сертификаты арқылы бала қабылдап ем жүргізіп жатырған. Жалпы осы туралы көзқарасыңыз қандай? Шынымен бізді қаншама аналар көріп жүр, қандай маманға барып жүр, кімге баласын сеніп тапсырып жүр? Не ойлайсыз осы туралы? Мені мына подкасттан кейін негізі жазған кезде жекеме мен сізді танымайды екенмін деп жазады негізі, бірақ мен прекрасно знаю, бәрінің чатында мен әңгіме боламын, потому что мен не ординарный нәрсе айтамын. И шынымен де менікі андай не емес та. Былай ғой, өткенде бір кісілермен, шәкірттермен әңгіме айтып отырдық та, то есть мастер-класс өтіп отырмыз, сол кезде бір кісі былай айтып қалды. Невролог, педиатр, анау, мынау, невропатолог дейді да, бәрінен өтеді да, бәрібір бала бізге келеді ғой дейді да. Сол кезде біз білімді болу керекпіз ғой дейді да. Сосын кейін барып ойланып жатырмын да, мен мысалы, мен қанша уақыттан бері бұл салада врачтар жүру керек, бұл салада медицинский образованиясы бар адам жүру керек деп, мен мысалы 2021-ден бері айтып келе жатырмын. Қазір 2025 уже 4 жыл болып мен айтып келе жатқаным осы нәрсені. 4 жыл бойы мен массажисттерге жексұрын болып келе жатырмын. Реальностына келген кезде жек көреді мені. Блогыңызға салып сұрап көріңізші, сөйтіп айтады бәрі. Ой, қойшы, ол өзінше эгоист, типа сол ғана ақылды сияқты бәріміз тупой көреді деп айтады да. На самом деле ондай емес, менде просто жаңағыдай былай қараймын да, маған медобразование жоқ массажист келген үйіме. Менің сұрағыма ол солай жауап берген ол. И маған ол ұнаған жоқ. Енді қараңыз, сен балаңды, допустим, балаңның дамуы, үйде әйтеуір ол көп жылай береді, бірдеңе аунамай жатыр, еңбектемей жатыр, жүрмей жатыр, сен оны неврологқа апарасың. Сен оны невропатологқа апарасың. Сен оны мысалы дисплазиясы бар ма, жоқ ба, аяғында ұршығы орында емес па, аяқтары түзу ма деп хирургқа апарасың, ортопедке апарасың да, педиатрға апарасың, дамуы орындамай мен балам деп. Бәрі сені массажистке жібереді.
отырып алып педиатр сен балаңа массаж жасамайды ғой, невропатолог сен балаңды емдемейді. Мысалы, ол просто назначениесін береді да, 3 курс массаж по 10 дней ЛФК электрофорез бірдеңе деп жазып береді. Мысалы, болды, ол жазып береді. Ал сол назначениемен адам маманға келеді, массажистке келеді. А массажисттің орнында финансист отыр да, 2 апта оқып алған. Ол мысалы ана невропатолог берген назначениесін дұрыс түсіне ма? Или болмаса массажисттің орнында экономист отыр, массажисттің орнында педагог отыр, массажисттің орнында білмеймін әшейін үйде отырған, анау 2 аптада 500 мың табасың деген рекламаға алданған әшейін мамаша отыр, әйтеуір депрессиямен ақша табу үшін шығайшы мынау үйдегі неден шығып кетейінші деп отырған, өзінің проблемасымен алысып отқан әшейін мама отыр. Сен оған невропатологтың назначениесін барып тұрсың. Блин, это очень обидно. Мысалы, вот реально обидно, да. Сен 5-6 маманың алдынан, высшее образованиясы бар врачтардың алдынан өтесің да, ешқандай мед образованиясы жоқ массажистке келіп тірелесің да. В итоге сол емдеп тұр. Аналардың бәрі не үшін сонда нау емдеп тұр? Вот, мысалы, менің көкейімді сол нәрсе өртеп жібереді. Мен айтам, бұл салада анау, который 7 жыл медицинаны оқыған, мен сияқты, но врач болғысы келмейтін қаншама адам бар ғой, шықсын да солар шықсын да, хоть олар біледі ғой, әйтеуір олар тупо жасамайды. Мысалы, мен тупо жасай алмаймын, бәрібір артында бір жерім дірілдеп тұрады, реально қой құрсын, мен абайлайын деп ше, мысалы. Ал андайлар, вот мен көрем ғой блоктан, тауға апаратын сияқты сөйлейді ғой. Беткенде жеткен уверен сөйлейді да, мен айтам, мынау антогенезі вроде бы мен әкелдім да, мен түсіндірдім мыналарға. Бірақ менен уверенно қалай қорықпай айтып тұр деймін да, потому что мед образование жоқ та адамда. И олар последствиясын ойламайды көбінесе. Менің бір профессордың, хирург профессордың сөзі бар, былай айтты да бізге. Мен, когда тек қана аппендицитті білген кезде, аппендицит деген теманы оқып, соған оперировать етіп үйренген кезімде, сплошь и рядом бүкіл іш ауырып келгеннің бәрінің аппендицитін алып тастайтын тұғым дейді да. А когда мен уже именно сол аппендицит ауырған жерде плюс внематочный беременность болуы мүмкін, кишечный басқа нәрсе болуы мүмкін, жаңа түрлі мегаколон деген сияқты түрлі аурулар болуы мүмкін екенін білген кезде, мен уже получается, мен бір емес, уже 100 шақты диагнозды білдім ғой дейді да. Мен уже аппендицитқа операция жасай алмай қалдым дейді да. Потому что маған бір аппендицитті выявить ету үшін жақтағы 99 диагнозды алып тастау керек дейді. Ойласаңызшы, адам сонда білімі толысқан сайын ол қорқақ бола келеді. Ол ойланады, анализ жасайды. Вот реально мен мысалы ешқашан 5 күнде мен сені емдетіп беремін деп айта алмаймын. Вот массажистер айтады ғой, 6 курс маған келесің, шина киме ақ қой, дисплазияң аяғындағы точно кетеді дейді. Мен қалай кетеді ол? Вот мен 6 курс алған адамын балама массажға, но оныкі кеткен жоқ. Оған бәрібір шина керек болды. Допустим, да, вот сол үшінде бұл салада мед образованиясы бар адам жүру керек. Или хотя бы балаға деген махаббаты өте жоғары, реально балаға жаны ашып, на совесть жұмыс жасайтын адам жүру керек. Хотя бы мед образованиясы болмаса да, мен мысалы тек қана мед образованиямен оқытам деп жүрдім да, сосын 5 жыл уже массаж саласында жұмыс жасап жүрген, 6 жыл уже массаж, 9-10 жыл массаж саласында жұмыс жасап жүрген массажистер бар, которые шынымен қолы уже отырған мынаған ше. И солар жалынып тұрып сұрады, мен мысалы бұны уже кәсіп қылып жүрмін, и мен бұдан басқа жаққа қарай кете алмаймын, пожалуйста, Мөлдірхан, мені оқытыңызшы деп ше. Адам с заботой, совестью оқып, расымен көмектескісі келіп жатыр. Но мед образованиясы жоқ, мен ондайларға басымды иім негізі. И солай да жақсы нәтиже шығарып жатқан кісілер де бар. Бірақ мен былай айтатын едім, рисковать етпей қою керек қазір уже просто сразу мед образованиясы бар адамдар шығу керек та. Енді ақыр бұрыннан келіп қалғандар окей, жүр ғой олар, но уже келесіде ондай реклама жасамау керек та. Келесі буын абайлау керек сияқты. Иә, келесі буын абайлау керек. Енді өз сөзіңізден ғұламалардың өздері де айтады ғой, мен бір нәрсе білген сайын еш нәрсе білмейтінімді түсінемін деп. Сіз де сәбиге еміренбеймін дедіңіз, бірақ алдыңызға қаншама бала келіп жүр, есте қалған ерекше балаларыңыз болмауы мүмкін емес. Көп, өте көп. Мен қазір андай нәрсе болады да, кейде до такой степени мен андай қылып қараймын да, негізі бұл мәселеге. Бұл нәрсені айтайыншы, білмеймін енді дұрыс па бұрыс па, негізі мен салаға ақыреттік наным деп қараймын. Вот реально мен солай қараймын. Кім осы өткенде блогта тоже біреуді көріп қалдым, как будто бір неестественно айтып отқан сияқты ше, осындай секілді қылып айтып жатыр да. И не знаю, енді әркім өзінің ниетіне, сөзіне өзі жауап береді ғой. Бірақ мен
осы өте жақында ағамыз қайтыс болды. Сол кезде адам өлген кезде сен ойланасың ғой, не істеп жүрмін, мен де өлуім мүмкін деп та. Сол кезде сразу ойландым да, мынау не істеп жүрміз, жеп жатырмыз, ішіп жатырмыз, өмір сүріп жатырмыз, ақыретіміз үшін не істеп жатырмыз. Всегда ойланамын. И маған бұл қызметім қазір жасап жүрген балалармен да, бұл менің ақыреттік наным негізі. Мен оған сенем да, өйткені ертең Алланың алдына барған кезде, енді ешқайсымыз күнәсіз емеспіз ғой. Сондай бірдеңе болған кезде, осы жердегі менің еміммен баласы жүріп кеткен, тұрып кеткен, емдеп кеткен аналар мені алып шығады сол жақта. Вот прям мен солай сенем негізі. И сол кезде әр балаға сондай заботамен қарауға тырысам. Ол менің ертең ана жаққа барған кезде мені құтқаратын бала. Бұл сондай бала деп ойлаймын мен. Мысалы, пеште ғой олар. Бұл мен қазір осыған көмектесіп жіберсем, ертең ақыретте мен қиналатқан кезде, ол мені емдетіп жүрген, Аллахым кешірші оның күнәсін деп алдымнан шығады деп ойлаймын да мен ше. И солай қараймын. И мен оқытып жатқан шәкірттеріме де, командамдағы қыздардың бәріне солай айтамын. Бұл сендердің ақыреттік нандарың. Күндіз азынан кешке дейін қара жұмыс істеп жатқан жоқсыңдар. Сендер реально как бы ғибадат демей-ақ қойық, но соған жететіндей нәрсе істеп жатсыңдар. Сол үшін честно жасаңдар деймін да. И осы недавно сондай нәрсе болды. ДЦП балалармен жұмысы өте ауыр негізі. Жылайды, шыдамайды, қарсыласады, кейде сені тістегісі келеді. Сол кезде бір ішімде қылман кетіп бір ашу оянып кетті да. Мысалы менде ше туф, мына қыздай деген сияқты да, тартып былай ұстап қалған кездерім болды да, қолынан жібермей. Сол кезде ішім жаман болып кетті ше. Ойбай, Мөлдір, сен не істеп жатсың деп та. Вот реально мен бұл сезіммен ешкіммен бөліскен жоқпын негізі. Но менде сразу болды. Сен осылай қарайтын едің ғой бұл нәрсеге. Может, бұл сенің мамандығың емес шығар, если сен бұған шыдай алмай жатсаң деген сияқты ше. Өзімнің жасағанымнан өзім қорқып кеттім, потому что мен честно жасамадым деп ойладым. Балаға деген сезімім что-то андай ашуға оянып кетті. Мен жақсы көріп еркелетіп жасайтын едім, но мен ашуланып кеттім ана жерде. И как будто сол баламен санасып істеп жатқан сияқты болып кеттім да. И бір қатты өзіме ашуым келді, сразу жинап алдым. И тура сол кезде Инстаграмнан андай комментарий келеді ғой, Мөлдір ханым, сіз мамандық таңдаудан шатаспағансыз, осындай деген сияқты бір емес 5-6 адамнан смс келеді ғой директке ше. И барып ойландым да, шүкір деп ше. То есть андай бір мені сынап барып қайтадан қалпыма түсірген сияқты болды да. Бұл салаға мен солай қараймын. Ал өзіңіздің тағы бір есте қалған ерекше болғаныңыздан пациенттер да. Менде даун балалар болды. Өте көп даун балалар болды. Одан бөлек неше түрлі әртүрлі диагнозбен келген балалар болды. Осы недавно бір ДЦП бала келді. Жылап жатыр да, енді жылап жатыр, тыңдамайды, шыдамайды ештеңеге. Сосын қолымды, баланың жүрегіне қойдым ше. Просто қойдым да. Аты Аделя, шатаспасам. Аделя, мен саған көмектесіп жатырмын. Пожалуйста, қарсыласпашы маған. Тыңдасаңшы сен, мен сен отырғызам, жүргізем деп жатырмын ғой я. И ана бала, олар басқаша жылайды ғой, деп жатқан ғой. Тоқтап қалды да, маған қарап тұр ше, кәдімгідей. И резко телосы опустилась, тырысып тұрған денесі басылды да, И күлем да қыздарға, бәріне айтам, сендер баланың прям жүрегімен келісіп істеңдерші жұмысты. Баламен сөйлесіп істең, бәрін түсінеді деп ше. Өте көп ондай балалар, білмеймін енді, мен келген әр баланы ерекше деп қараймын. Себебі каждый сондай, маған енді жеп-жеңіл балалар келмейді ғой. Аунатып бере салыңызшы деген здоровый балалар келмейді маған. Мен ондайдың бәрін негізі қыздарыма бөліп беремін. Ауырлау пациенттер келеді, под вопросом тұрғандар келеді. И менде андай бір как бы азарт сияқты қарайтын сияқтымын уже ше, қалай болады екен деген сияқты. И всегда мамалар айтады ғой, біз уже 10 курс алдық, мне нечего не терять, Мөлдір ханым, жасай беріңізші деп айтатын мамашылар болады. Мен уже 15 курс алдым, маған уже мына жерден сізден нәтиже шығады шықпайды деген нетіп тұрған жоқпын, просто сіздің жасағаныңызды қалап тұрмын деп ше. Мен уже қақа барсам да ештеңе жоғалтпаймын деп та, потому что менде прием 15 мың теңге. Мен айтам, 150 мың теңге 10 күнге вас устраивает. Қиын болмаса, окей, алып көрейін, но мен сізге уәде бере алмаймын, реально. Менің алдыма келген каждый пациентке мен солай айтам, себебі маған каждый пациент сондай ерекше бір диагнозбен келеді. Вот недавно мен 2 пациентті шығардым. Бір бала 18 килограмм. Ойлаңызшы, өте ауыр. 1,5 жаста, еңбектемейді, отырмайды өздігінен. Тек жатады домалап, солай жатып қана жылжиды болды. 9-шы күні бала четвереньки тұрып еңбектеді, мысалы.
Оның да мамасына солай айттым. Енді адамның түрін көресің ғой, киіміне қарайсың да, ол бүйтіп кемсіткен емес, просто енді өмір несіне қарайсың да, заттарына қарайсың да, уже ақшасы тасып баратын емес адам екенін көресің. Сосын мен предлагать етемін, лучше мынаған барыңызшы, мүмкін сізге менің приемым қымбаттау болады деп та. И то мен сізге 10 күнде бірдеңе шығарып беремін деп уәде бере алмаймын, негізі қорқып тұрмын деп всегда айтамын, потому что мен реально қорқамын каждый пациент келген кезде. И сонда мамашалар солай айтады: Мадірхан, мен уже ештеңе жоғалтпаймын, сізді алайыншы, болды, шаршап кеттім мен, подопытный кролик болып деп ше. Солай айтады да. Жарайды, осы қыз мысалы 9 күнде еңбектеді, допустим. Одан кейін Атыраудан келді бір қыз. Кеше мен соларды кеше бітіріп, мысалы бүгін осында келдім ғой, алдыңғы күні бітіріп келдім. И ол қыз да тек қана жерде былай аунап қозғалады. Мамасы уже 10 курс ЛФК массаж алып тастаған. Бала жаңағыдай прям орнынан тұрмайды, отырмайды, еңбектемейді, бауырын көтермейді. Жоғарғы жақ бөлігінде басы, екі қолы, телосында спастика өте жоғары. Тырысып қала береді, жинай алмайды өзін просто. Сол қыз 7-8 күні тоже тұрды да, жетеден кейін нормально еңбектеді. Кішкене көмек керек болды, конечно, но уже тағы да бір 5-6 күн ол уже нормально еңбектейді. И плюс уже өздігінен тұрып отырады. Мамасына барған кезде прям алдына барып жатып қала салатын болды, тұра алмайды ары қарай. Қазір уже мамасына барып көтеріп, четвереньках тұрып, мамасына қарай асылып, как будто орнынан тұратын адам сияқты ше. Сондай өзгерістер болды да. И ол кісілер мысалы Атыраудан келіп тұр, квартира жалдап жүр. Тоже солай айттым, мен білмеймін. На всякий келіп көріңіз. Бірақ сондай пациенттер келген кезде менде де мынандай болады: қалай болады екен, Мөлдір, давай істеп көреміз деп ше. Мне интересно. Вот анау бар ғой, мен өзіме вызов тастадым дейді ғой, мысалы ақша табу жолында көп блогерларды көріп жүресің ғой. Менде өзіме вызов осылай болады: осы пациентті алып көрші, қалай болады екен деген сияқты. Но мынандай нәрсе бар: каждый пациенттің алдында мен сразу обнуляюсь. Андай вот ештеңе жасай алмаймын деп ше. Өйткені мен деп күткен кезде негізі саған беріп қояды ғой Аллах тағала барлық нәрсені ше. И мен сразу шынымен ниетімді дұрыстаймын. Мен қолымнан негізі ештеңе келмейді. Аллахым көмектес. Вот солай обнуляция еткен кезде новое дыханиемен бастайсың да жұмысты ше. И Аллаға шүкір, осындай күшті нәтижелер болады. Керемет нәтижелер. Енді біз кез келген аурудың алдын алу үшін жалпы баланың моторлы дамуындағы бұзылысты қалай, қашан, қандай әрекеттерінен көрініс табады? Алғаш ана болып отырған аналар кейде байқамай қалады бұндай процесті. Менде осы орайда аналарға арналған негізі марафон бар. Сол марафонда мен мамашыларға бәрін түсіндіремін. Бірінші бала туылған процесстен бастап, при беременности қалай өтті. Знаете, осы ДЦП баламен келген, ауыр диагнозбен келген, қатты задержкасы бар балалардың барлығында при беременности өте ауыр екен аналарда. ДЦП-ны демек беременность кезінде де анықтауға болады, иә? Жоқ, негізі анықтауға болмайды, просто ол последствиясы болуы мүмкін да. Барлығы мүмкін. Бұл жерде ше адамдарды адастырып жіберуден өте қатты қорқамын. Бәрі мүмкін. Мысалы, әр адамда анау айтады ғой, шыдау қабілеті әртүрлі. Порог, не деп айтатын еді, болевой порог әртүрлі ғой. Мысалы, мені біреу қатты ұрса да, ол маған қойсайшы деп айтуы мүмкін да. Біреуді қатты ұрса, ол деп жылауы мүмкін. Әркімде болевой порог әртүрлі. Біреу атылып кетеді. Вот точно так же балаларда дәл солай. Әр баланың нервный системасы әртүрлі. Бір баланың нервный системасы анасындағы сол стресске шыдай алмайды просто. Бір баланың нервный системасы шыдайды, оған ол дым әсер етпеуі мүмкін. Мысалы, менің бір танысым болды. Мысалы, бір танысым болды да, босанған кезде баласы 7 минут демалмай фиолетовый болып, прям без дыхания тұрып қалды. Вообще демалған жоқ туған кезде. Фиолетовый болып бала көк-көмек болып жатты. Сосын асфиксия жасап демалдырып өтпей істегеннен кейін барып шыр етіп жылап барып демалды. 7 минутта по идее ми өліп қалады почти негізі да. Бірақ ол бала барлық баламен бірдей қатарлас дамып кетті. Вот знаете, вот ана баланың шыдамдылығы күшті болып тұр да. Соның орнында әлсіз бір бала болса, мысалы, ол давно ДЦП болып қалар еді негізі. Поэтому бұл жерде именно ДЦП, түрлі задержкалар, андай-мындайлардың себебі әртүрлі. Просто мен мамашыларға былай айтам, себебін іздеп шаршамаңдаршы деп айтқым келеді. Өйткені неден болды екен, неге мен балам бұлай болды екен деген нәрсе өлтіріп жібереді адамды ше. Бізге самый главный, біз уже көріп тұрмыз мәселені, біз барды көріп тұрмыз, бала сондай болып тұр екен, уже сонымен ары қарай жұмыстанып кету керек та.
Бірақ та алдын алу үшін мамаларға бірінші очередь баланың взглядына қарайды. Туылған кезде бірден бала шырылдап жылап туылуы, туылғаннан кейінгі анасын еміп, нормально уже қасында жатуы, кислородный неге жатты, или болмаса реанимацияда бір жатты дегеннің өзі уже риск, уже развитиесінде отставание болуы мүмкін деген нәрсе. Кесарево сечениемен туылды дегеннің өзі уже риск болуы мүмкін кейбір балаларға, потому что бала ол кезде естественный путем туылмайды, ол кезде бірнеше рефлекстер активизироваться етілмейді баладағы, и бала уже біршама қимыл әрекеттерден не қалады, махрум қалады. Ал ананың құрсағында туылған кезде бала целенаправленно мен шығамын деген нәрсемен барады астына анасының, и шыққан кезде де ол бірінші басын былай шықады, алдымен төмен қарап шықты бала, төмен қарап шыққан екен ол резко бұрылады, ол жерде уже бір рефлекс жұмыс жасап тұрды. Баланың еңбектеуіне қатысатын рефлекс жұмыс жасап тұр ол жерде уже. То есть туылу процессы насколько важно. И одан кейін барып, дальше айналып болған екен барып сыртқа шығып туылады да бала. То есть ананың құрсағынан өздігінен туылу баланың дұрыс дамуының бірінші кілті. Кесарево сечение болса, уже еңбектеуі аунау баланы кешігуі мүмкін. Мүмкін, опять таки. Жаңағыдай стрессоустойчивый бала болатын болса, ода кешікпеуі де мүмкін. Потому что разные нәрсе шығады да, қазір ой біз кесарево болсақ та сразу 5 айында емдеп кетті деген сияқты. Поэтому адам әртүрлі. Неге біз әлемде бәріміз бірдей ақылды, бірдей умный емеспіз, мысалы, әркім әртүрлі ғой, точно так же. Балалардың нейросистемасы, физический развитиесі, жалпы состояниесінің барлығы әрқайсында әртүрлі болғаннан кейін түрлі стресске әртүрлі қарайды. Енді мамашалардың акцент қою керек нәрсесі. Самый главный, қай айда бала нені жасай алу керек еді? 3 айда ішмен жату керек па? Ішмен жатып басын көтеру керек. 3, 4, 5, 5,5 ай от силу бала аунау керек. Аунамаса, менікі жалқау, ол томпақ деп жүруге болмайды. Ойбай, аунамай жатыр деп тревога соғу керек. Ол нәрсе вообще болмайды. Ал сау баланы дүниеге әкелдік делік. Енді оны үй жағдайында мүмкін өзіңіз де анасыз ғой, балаларыңызды қалай дамыттыңыз? Баланы жерге тастау керек. Мына жерде қазақта бір сөз бар ғой, балаңды аясаң аяма дейді. Бізде барлық мамашалар жандарым осылай дайындалады ғой, прямандай. Коконы алады, шезлонг алады, коляска, кроваттың айналасына мақта подушкалары, тағы бірдеңе, шірдеңе білмеймін. Балаға уақыт бөліп, осознанно қарап, қалай осы баланың дамуы қандай екен деген нәрседен басқа бүкілін алады олар. Потому что біз как будто тууға солай дайындалу керек сияқтымыз да, негізі ше. Барлығы затын алып, киімін алып, анаусын алып, мынаусын алып дайындалады да. Но почему-то так, мен балам туылған кезде ол қашан аунау керек? Аунамай жатса, не үшін аунап жатқанын қайдан білуіме болады, мысалы. Или там баланың ішімен қалай дұрыс жатқызу керек деген секілді баланың именно дамуына арналған нәрселерге акцент қоймайды. Материально қойып кетеді да. Осы жерде менің бір құрбымның айтқан сөзі бар. Любой техниканы алсақ, инструкциясын оқимыз ғой дейді. Мысалы, телефонды аласың да, тупо істеп кетпейсің ғой. Қай жерін қос, қай жерінен қосасың, қай жерінен өшіресің, допустим, қызып кетсең не істейсің, қанша процентке дейін зарядке қоюға болады, ары қарай қоюға болмайды, бәрін сен оқып аласың ғой. Потому что телефон құртылып қалуы мүмкін. Да, мысалы, точно так же. Антогенезді каждый бала туылған кездегі оның инструкциясы сияқты оқып алу керек, короче. Мен олардың бәрін отырып алып ғылымға кіргізіп жібермеймін. Просто поэтапно, вот мынау болу керек, мына аптада мынау болу керек, сосын мынау болу керек, мынау болу керек. Болмаған жағдайда сен мынаны істейсің, хотя бы қолыңда осылай көтересің, или болмаса жастыққа осылай жатқызасың деген секілді нюанстар айтылған кезде болды, бала сонымен-ақ өзі көп күшті өседі. Айтып тұрмын ғой, баланың программасында, миында барлығы бар. Біз просто оны дұрыс емес күтім жасау арқылы, қате көтеру арқылы, шектен тыс гиперопека жасап, коляскадан түсірмей, шезлонгтан түсірмей, ходунокқа сап қойып та, якобы күшті нәрсе істеген сияқты да, солай жасау арқылы ана программасын сбивать етіп жібереміз. Ол өскісі келіп тұр, ол аунағысы келіп тұр, біз оны кроватынан түсірмейміз да. Айналасында подушка, соқсат подушка қайттан жасады. Соқсат подушка қайттан жасады да, мысалы. Или болмаса, өте жұмсақ матрасқа жатқызып қояды балаларын. Сол себепті де бала туылған кезде
3 айға дейін донашивать ету керек деп айтады ғой негізі. Бала 12 айда полноценно өмір сүруге қауқар болады. То есть біз 9 айда тусақ, одан кейінгі 1, 2, 3 ай, 3 айына дейін анасы дұрыс хендлинг білу керек. Дұрыс көтеруді, дұрыс шомылдыруды, прям 3 ай балаға өліп тіріліп бүйтіп қарау керек. Өйткені оның нервный системасы не до конца созрел. Ол сол одан кейінгі 3 айда созревается солайынан, өседі да, нервный системасы жетіле бастайды. И сол жетілген кезде оған өте щадящий, классный условия жасалса, дальше больше баланы просто жерге жатқызып қоясың, болды, өсе береді ол. Еңбектейді, аунайды қатты жерде да. Ал сен оны алғашқы айында жаңағыдай дұрыс күтім дұрыс емес. Одан кейін енеміз айтады, или там біреу айтады, ойбай, бала жанын-ай, баласын тастамайды екен, бірдеңе деген сияқты да. Солай мысалы балаға дұрыс уход болмағаннан кейін, дұрыс көзқарас болмағаннан кейін баланың уже дамуы кете береді. Ходунки туралы айтып қалдыңыз ғой. Жалпы ходунки көзқарасыңыз қандай, балдарды отырғызу керек па, немесе өзіміз ходункисіз өсіп жүрдік арасы керек. Және бесік туралы білсек дейміз. Бесік пайдалы ма балаға? Бесікті қолдануға болады, онда қатты не емес. Менше қазір андай ғой, бұрын алғашқыда осы саланы оқыған кезде ойбай бесік болмайды, категорически, ходунок болмайды, категорически, прям бәріне осылай вертикально қарайтын едім да. Уже енді опыт көрсетеді ғой, все-таки 4 жылда неше түрлі балаларды көрдім, неше түрлі жағдайларды көрдім. Содан түсінген нәрсе, баланы бесікке жатқыза беруге болады, бірақ тек ұйықтаған кезінде. Ұйықтағаннан да бөлек бесікке жатқызып алып тербете берудің қажеті жоқ. Одан кейін жаңағыдай ояу жатса да бесікке байлап қоюдың қажеті жоқ. Себебі бала жерге түсу керек, даму керек. Бесікке байлаған кезде анау қатты байланып тұру арқылы бала өзінің денесін сезіне бастауға көмектесуі мүмкін. Одан бөлек екі жаққа оңға солға тербету арқылы миындағы вестибулярный аппараттың дамуына көмектесуі мүмкін. Бесіктің плюсы өте көп. Бірақ бір нәрсе бар, баланы шектен тыс қатты байлап қою. Бесікті мысалы баланы бесікке байлап қойып 3-4 сағат ұйықтап жатыр ғой деп қасында 1-2 сағат жоқ болу. Мысалы сондай бір таныстарымыз болды, баласы бесікте жатып шетінеп кетті. Өйткені жаңағыдай бесікте жатқан кезде бала құсқанда құсығына өзі қақалып қалған. Мен бесікте сен бүйтіп жатасың ғой, по-другому жата алмайсың ғой сен, мысалы. Еще өкпең былай қысылып тұрады, қатты байланып, мысалы, деп задыхался, өзінің құсығына солай қақалып қалды. Поэтому аналар бесікке жатқыза берсін, бірақ прям балаға қайта-қайта қарап тұру керек. Басын положениесін бесікке жатқызып, еще анау подушка бар, позиционер подушка деген, бесік жатқызып, еще позиционер подушканы қойып қояды былай баланың басына, екі жағында ограничители бар, сондай подушканы қойып қояды, бұл бүйтіп жатады ол кезде, вообще ешқайда қарай алмайды. Считай, ол бала құсты, негізі 3 айға дейін балалар фонтан қылып құсады ғой, осылай құсқан кезде задыхается, асфиксия болады ары қарай. Поэтому сол жағын қарастыру керек. Одан кейін бізге бесікке өте ұзақ байланған балалар келеді, олар қолдары былай болды. Созу, тарту, ойнау, ұстау деген жоқ та вообще. Поэтому бесікке шектен тыс көп байлауға болмайды. Одан кейін аяғында ұршық буынында проблемасы бар. То есть дисплазиясы тазобедренный сустав бар балаларға тоже бесік болмайды. Өйткені ұршықты орнынан тайдырып жібереді. Сондай балаларды бесікке бөлеген күннің өзінде бұтының арасына қалың подушканы қойып, аяғын сәл талтайтып қойып барып бөлу керек. Осылай бесікті амалдап қолдана беруге болады. Ходунокты қалай қолдануға болады? Ходунокты мысалы уже бала 1 жастан асып кетті, 1 жас емес, даже 1,5 жастан асып кетті, жүрмей жатыр, тұрмай жатыр, вот сол кезде мүмкін ходунокпен балаға кішкене көмектесіп жүруге болады. А так оған дейін ходуноктың керегі жоқ. Ал жалпы аутизм, ЗРР, ЗПР біз бірнеше рет қозғап жүрміз бұл тақырыптарды. Ал бұндай балаларды массажбен, гидромассажбен емдеу мүмкін бе? Қызық андай ситуацияда осы нәрсе недавно тоже менде бір сондай бір конфликтный ситуация болды. Негізі бұл сала менікі емес. Мен не до конца зерттегенмін бұл саланы, и менікі болмаған екен, ол жаққа кірген жоқпын просто. Потому что білемді, мен оны емдей алмаймын. И қазір жарнамалар өте көп, осы өткенде ғана көрдім сондай жарнаманы. Балаңыз былай айтып жатады, жарнаманың өзінде айтып тұр. Баласы сап-сау болып келеді да, сосын 1,5 жасқа келген кезде өзінен өзі аутизм болып қалады дейді да. Это научно доказано, барлық аутизм ол солай проявляется. Ол туыла салып аутист екенін көрмейсің сен баланы. Ол нормально развивается, потом уже постепенно олардың уже миларының даму уровені басқаша болып өзгереді да.
басқаша болады оларда, просто біздікімен бірдей болмайды. Ол вообще ауру емес негізі, это просто состояние. Біз әрқайсымыздың өзіміздің личностіміз бар ғой, мысалы мен сіз сияқты ойланбаймын, сіз мен сияқты ойланбайсыз, точно так же олардың өздерінің ойлану несі бар да, кішкене сәл басқашалау. Оны ауру деп қарамаймыз, оны ем деп аламаймыз, оны просто біз коррекция жасаймыз. Өмірге не істейміз, баланы бейімдейміз былайша айтқан кезде. Болды. Олар емделіп кетпейді, оларды дұрыстауға болады, үйретуге болады, көрсетуге болады да. Олардың солай ойлану қабілеті, солай көру қабілеті таки остается. И осы жерде мысалы жаңағы рекламада айтылып тұр, бала 1,5 жасында өзінен өзі сөйтіп қалады. Енді балаларыңыз сондай болмау үшін сіз балаңызға 1 жасынан туылғаннан бастап тоқтатпай массаж алу керексіз, гидрованнаға салу керексіз, сосын кислородный коктейль беру керексіз дейді. Енді аты айтып тұр, кислородный коктейль. Кислород где не істейді, алмасады. Кислород өкпеде алмасады. А почему сен коктейльді ішесің да? Мысалы. Ақылмен ойланып көру керек қой адам өзі. Как кислородный коктейль деп тұр аты. Кислород ол өкпеде айналады. Ол асқазанда, ЖКТ-да айналмайды. Ол жақтан вообще плохо всваивается. Вообще ол сіңбейді да ол жақтан. Адамдар көбісі сол коктейльді ішіп алып, маған ұнады, күшті екен, настроением күшті болып көтеріліп, өзім күшті сезініп қалдым деп айтады да негізі. Енді коктейльдің құрамында дәм бар ғой, тәтті дәм бар ғой. Сіз қазір осы жерде отырып ташкентский чай ішсеңіз, настроениеңіз көтеріледі ғой негізінде. Это точно так же. Поэтому кислородный коктейль именно аутист балалар, ЗПР, ЗР ешқандай да алдын алмайды. Просто маркетинговый ход. Екінші нәрсе массаж. Да, массажбен біз аутистический спектр бар балаларға, мүмкін ЗПР, ЗРР балаларға телесный контактты оятуға, денесін сезіндіруге кішкене мүмкін көмек бере алатын шығар. Дополнительный ретінде ғана. Дополнительный. Просто ол основной ем емес. И то сен оны, мысалы, бала туылғаннан бастап 100 курс массаж алсаң да, аутист болатын бала болады. Оның алдын аламайсың. Аутизмнің алдын алу мүмкін емес просто. Одан кейінгі гидромассаж. Алдында мен тоже бір прикол қылып салдым инстаграмға. Антиреклама ғой менікі гидромассаждардың. Негізі өзімде түсіп көрдім да сондайға. Сондай қатты жаман дүние демеймін. Бұл жерде, если бала шектен тыс гипертонус болатын болса, балада, ДЦП, спастикасы қатты балалар болатын болса, жаңағы гидромассаж сумен ұрғылаған расслабить етеді мышцаларын кішкене. Но енді мышца расслабиться етілу үшін негізі ми тынышталу керек. Өйткені бұлшық еттерді басқаратын ми. Бұлшық ет өзін өзі басқарамайды. Бұлшық етті сырттан бірдеңе басқара алмайды. Бұлшық етті ми басқарады. Поэтому біз баланың ақылымен, санасымен, осознанностьмен жұмыс жасаймыз. То есть біз айтып тұрмын ғой, жаттығу жасаған кезде балаға түсіндіреміз, көрсетеміз, өзі жасауына тырыстырамыз деген секілді. Вот осындай секілді да. Вот гидромассажбен сондай легкий эффект беруге болады. Бірақ ешқандай да емдей де алмаймыз, алдын да ала алмаймыз. Одан кейінгі нәрсе, мысалы, гидромассажға түскен кезде мамашалардың күшті нәрселер бар ғой. Мен балам жаңағы күшті ұйықтады, қарны ашып, тамаққа аппетиті ашыла бастады, тонусы түсті. Тонусы түседі, ол рас. Қарны ашады, ол да рас. Суға сіз бассейнге жарты сағат түссеңіз, сіздің де қарныңыз ашады мысалы. Енді ол табиғи жағдай да, таңғалатын жағдай емес. Одан кейінгісі ұйқысы. Конечно, суда бала шаршайды, соны ұйықтайды. И ол прям сондай емді қасиет деп мен айта алмаймын. Одан көрі мамасы үйде отырып жарты сағат баланың двигательный активность жұмыс жасасыншы, ойыншықты оңға беріп, солға беріп, допустим, да, наны қара, қызыл, ақ, қара, давай, кел, ал, мә, отыр, тұр деген секілді нәрсені жасағаны жарты сағат суда мынандай немен коврикпен, нет, мынау шеяға асылып тұратын баллончикпен тұрғаннан 1000 есе пайдалы просто. Өйткені баллончик фиксирует мына басты, біздің басымызда уже на жердегі 7 мойын омыртқасы сол жерде фиксировать етіліп тұр, қозғалмай. Астындағы қалған омыртқаның бәрі шайқалып жатыр да былайынан. То есть бір жері фиксированный, қалған жағы шайқалып. Это уже ненормально, да. Бар грудничковое плавание бар, мен қолдаймын. Ол жерде баланы полностью суға түсіреді, прямо күшті подходпен баланы еңбектеуге, суда жүзуге үйретеді. Это не гидромассаж. Просто ұрғыламайды, он бүйтіп тұрғыз қойып ше. Поэтому гидромассаж это просто маркетинг. Керемет, Мөлдір ханым. Біз бұл подкасттан енді біраз ақпараттың ара-жігін алып жатырмыз. Енді подкастымызды қорытындыласақ, мамаларға айтар кеңесі болса, мархабат. Аналарға айтар кеңесім,
бірінші нәрсе мамандарды дұрыстап таңдауға тырысу керек. Қазір Инстаграмда шынымен де бәріміз күшті сияқты көрінеміз. Сол себепті адамның жұмысына қарау керек, насколько балаларда нәтиже шығарып жатыр, насколько дұрыс жасап жатыр ол нәрсені да. И вот реально до и после нәтижелеріне қарау керек. Одан бөлек балаларына әр ана негізі өзінің баласына не керек екенін өте жақсы біледі. Өте жақсы біледі, ананың инстинкті алдамайды. Мүмкіндігінше бала туылғаннан бастап жоқ дегенде просто промоторный и баланың поэтапный развитиесін білу керек, и хендлингті білу керек. Сіздің де оқырмандарыңызға солай айтайын. Негізі сондай дүние болатын болса, былай да жасасақ болады. Менде жаңағы аналарға арналған марафонды сіздің мамашаларыңыздың ішінен сіз подкастты қайда саласыз? YouTube арнаңызға саласыз. Пікірлер арасынан прям 10 шақты мамашаға, это не жалко, 10 шақты мамашаға сол ақпаратты сыйлық ретінде беруге болады. Көрсін, потом пікірімен сізбен бөліссін, кейін блогыңызда қажет болса бөлісе жатарсыз. Жалпы аналарға сауатты болу керек. Әркімге өзінің баласы маңыздырақ. Енді мысалы мынандай ғой, мен де айтам да, мен де тек өзім баламды ойлаймын мысалы. Недавно менде де осындай бір ситуация болды. Балам бір 2 ай тоқтамай жұмыс істеп кеттім. Январь, февраль тоқтамай жұмыс істедім, потому что мартта Рамазан болды ғой. Мен Рамазанда полный демаламын дедім да. 2 айға бүкіл жұмысымды. 2 айда сөйлеп жүрген балам сөйлемей қалды ше. Прям сөйлемей қалды. 2 жасқа келеді уже. Атын айтам, Ахмет деймін, қарамайды. Ахмет қарамайды. 5-6 рет айтым, Ахмет деп айқайлаған кезде ғана, ау мама дейді да. Ата қайтаң қарамай қалады. Мен жүрегім істемей қалды да, 2-3 күн мен ан жаққа барып келдім шынымен. Қайда барып келмедім тоқа. Өзімді өмір бақи түсінігі жоқ баламен елестетіп көрдім кәдімгідей. Өліп қала жаздадым ғой, реально. Соңында уже шаршадым. Шарасызбын, реально шаршадым да. Отырып алып, Аллахым дедім, пожалуйста, мен шыдай алмаймын. Мен баламда бәрі жақсы болсыншы деп ше. Ертесіне көрсеттім мамандардың бәрін, неврологқа, арнайы дефектологқа, сол баланың именно аутизм балалар тексеретін мамандардың бәріне тексерткен кезде бәрі нормально баланың деп айтты да, просто сондай момент болды, наверное, что сіз қарамай кеттіңіз, контакт үзіліп қалды деп та сол ортада. Сол кезде мен прям андай аналардың халін түсіндім ше. Балада задержка бар, не болған кезде өте ауыр. Ол үшін шынымен енді ақша кімге керек емес, бәріміз ақша үшін бірдеңе жасап жатырмыз ғой енді. Ол кім адалынан жасап жатыр, кім басқа жағынан жасап жатыр, ешкім оған уәде бере алмайды қазір. Ешкімге уәде бере алмайды. Бірақ ана өзінің баласына керек нәрсені өзі оқу керек, білу керек, түсіну керек. Мен мамашала моторный специалист болып алыңдар деп айтпаймын. Хотя бы баланың нормальный развитиесін, нормальный оқудың білу керек. Солай ақ ол барған маманды уже ажырата алады. Сол арқылы ажырата алады да мысалы. Өйткені айтайын ба, мен ең бірінші блогқа шыққан кезде мен массажистерге оқытам деп шыққан жоқ, мен аналарды оқытам деп шықтым. Солай өте үлкен аналардың аудиториясын жинадым да. Сөйтіп жүрген кезде сол мамалар өздеріне келіп жүрген массажистер маған оқытуға жібере бастады ғой. Вот солай менде мамандарды оқыту шығып кетті да мысалы. Любой маған келген массажист, любой демей ақ қойын, бір 50% оқуға келген мамандардың солай мамашалар жіберген. Маған осы кісінің моторно-антогенез деген марафонын алдым, сен массажистерге арналған сабағын алып, соны оқып алып, сосын мен балама массаж жасаш деп прям солай настаивать етіп жіберген мамашалар ше. Поэтому аналар сауатты болса, анау халтурить етіп жүрген, для маркетинга сайрап жүргендердің барлығы жайлап өшеді. Өйткені біз требовать ету керекпіз сондай сапаны. Сондай нәтижеге жұмыс жасауда аналар требовать ететін болса, онда мамандар да уж не істейді, тіктеле бастайды, ойбай қой түзелейін деп та. Өйткені айтады ғой, аңқау елге арамза молда дейді та. Сол себепті мамашалар сауатты болса, өзіне не керек екенін түсініп тұрса, еңбектеуге барған баласын жат қойып былжыратып массаж жасап жатқан кезде жоқ, не істеп жатсыз? Еңбек етіп берсеңізші балам, жаттығу жасаттыңыз, ЛФК жасаттыңыз, специально еңбектеуге арналған, бұған массаж не керек деген, прям андай соның өзінің қалауын айтып тұрған кезде массажистер ойланады и оқиды, ізденеді. Солай біз қоғамдағы именно осы нәрсенің сапасын көтереміз деп ойлаймын.
Керемет Мөлдір ханым. Бүгін біздің подкастымызға келіп, осындай пайдалы әңгімелер айтқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, Мөлдір ханым айтып кеткендей пікір жазыңыздар. Біз пікір арасынан таңдаймыз. Балалар ауырмасын, аналар жыламасын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.